Сәлеметсіздер ме баршаға. Бүгін Pinduoduo платформасына тағы бір маңызды жаңалықпен бөлісетін боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бізде 11-11 акциясы аяқталып, енді сайтта 12-12 деген жазу пайда болды. Бұл яғни жаңа жылға орай үлкен тағы да жеңілдіктер акциясы. Жалпы барлық онлайн платформаларда қазір үлкен шопинг болып жатыр, яғни мерекеге орай сатып алуда көбейеді. Соған сәйкес Pinduoduo'да жеңілдіктер өтіп жатыр. Жеңілдікті алу үшін 12-12-нің үстінен басамыз. Тура 11-11 акциясы тәрізді. Мына жерде жеңілдік купондар көрсетілген. 100 юанға товар салсаңыз 10 юан сізге скидка береді. 200 юанға салсаңыз 40 юан. Осылай жинақтап салсаңыздар болады. Астында тұрған сіздің өзіңіздің көріп жүрген товарлар. Оның алдында мысалға қарасақ, мына бір аяқ киімді мен 3 күн бұрын қараған кезде 146 юанға тұрған болатын. Кеше 136, ал бүгін 128 юанға төмендеп тұр. Яғни сіздер акцияны пайдаланғыңыз келсе, осылай бағаларды күнделікті салыстырып қарап отырыңыздар. Тиімді баға болған кезде сатып аласыздар. Ал мына микрофон 228 юан болған. Түсте 187 юан, ал жаңа қараған кезде уже 183 юанға дейін түскен, 12-12 деген белгісі бар екен. Рейтинг бойынша көрсетілген ең көп скидка қай товарда болып жатқаны. Астында тағы сондай сіздің оның алдында көрген товарларыңызды шығарып беріп тұрады. Ал егер де мына жердегі жеңілдіктер пайдаланғыңыз келсе, мысалға 100 юанға 10 юан жеңілдік алу үшін осының үстінен басамыз. Товарларды мына жерден корзинаға жинақтауымыз қажет. Менде корзинада қазір 3 товар тұр. Әрбір товардың астында міне қызыл корзина белгісі тұр. Бечуатын гель, осыны үстінен басамын. Таңдаймын товардың сипаттамасын, корзинаға түсті. Корзинаның үстінен басып кіреміз. Артық товарларды алып тастайын қазір. Қазір 100-ге жеткізейік. 132 юанға товар жинақталды. Оплата қарай өтеміз. Товарлар тұр бізде. 100 юаннан асқандықтан маған 10 юан скидка жасап тұр. Осылай 12-12 акциясы бойынша жеңілдікті пайдаланып товар салсаңыздар болады. Ақпаратым пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.